Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, қайырлы күн. Бүгін бізде брифинг. Тақырыбы Қостанай облысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасын іске асыру туралы. Спикеріміз Ұзынжас Бауыржан Дәулетиярұлы, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті басшысы. Уважаемые представители средств массовой информации, добрый день. Сегодня у нас брифинг на тему о реализации карты коррупционных рисков в Костанайской области. Спикером выступает Ұзынжас Бауыржан Дәулетиярұлы, руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Костанайской области. Здравствуйте, Бауыржан Дәулетиярұлы, вам слово. Рахмет. Құрметті брифингке қатысушылар, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Біріншіден, баршаңызды келе жатқан жаңа жылмен құттықтауымды қабыл алыңыздар. Қостанай облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті ағымдағы жылда бірқатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы талдаулар мен мониторингтер жүргізіп, тәуекелдер анықтап ұсыныстар енгізді. Бұл талдаулар мен мониторингтер агенттікпен іске қосылған сыбайлас жемқорлық тәуекелдердің картасы жобасын іске асыру шеңберінде жасалды. Бүгінгі брифинг барысында осы бағыттарды қол жеткізген нәтижелерге тоқталатын боламыз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің басты міндеттерінің бірі бизнестің құқықтарын қорғау. Кәсіпкерлерге сыбайлас жемқорлықтан еркін әрі адал кәсіп жүргізуге қолайлы жағдай жасау болып табылады. Сондықтан бизнеске жол жобасын іске асыру үшін 2023 жылдың басында сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет облыс әкімдігі мен кәсіпкерлер палатасы арасында 3 жақты меморандум қол қойылды. Биыл аталған жоба аясында 71 кездесу өткізіліп, 2996 бизнес субъектісінің мәселелері, оның ішінде жүйелік мәселелер шешілді. Мысалы, әлеуметтік маңызы бар өндірістік тауарлар өндірушілерінің электр энергиясына жеңілдік тарифтерін пайдалану мәселесі шешілді. Атап өтетін болсақ, жергілікті ауыл шаруашылығы бөлімдері шартты жасасу үшін монополистке ұсынылуы қажет әлеуметтік маңызы бар өндірістік тауарлар мәртебесін растайтын анықтама беруден бас тартқан. Нәтижесінде жергілікті атқарушы органдар тауар өндірушілерге құқықтарын түсіндіру бойынша жүргізілген сапасыз жұмысы, сонымен қатар мемлекеттік органдар мен монополистер арасында өзара байланыстың болмауы себеп болды. Біздің ұсыныстарымыз бойынша өзара іс-қимыл алгоритмі пысықталды. Қабылданған шаралармен тауар өндірушілердің 20 өндіруші жеңілдетілген тариф бойынша шарт жасасты. Бұл оларға жылына 2 миллион теңгеден астам үнемдеуге мүмкіндік берді. Еще один важный для нас проект – это антикоррупционное волонтерство. Сегодня в нем участвует более 100 активных граждан. Ими проводятся встречи среди целевых групп, социальные опросы, правовые консультации, осуществляется общественный контроль за госзакупами и проблемными объектами. Так, с начала проекта по итогам мониторинга портала «Госзакуп» волонтерами сэкономлено порядка 488 миллионов тенге. Устанавливаются и другие коррупционные риски. Мы привлекли наших волонтеров и к анализу в сфере дорог. Ими ведется мониторинг объектов затяжного строительства, то есть долгостроев. Носятся рекомендации и госоргану. Жол саласына келетін болсақ, Қостанай облысы республикадағы автожолдардың ұзындығы бойынша көшбасшы екенін атап өтемін. Бұған бюджеттен айтарлықтай қаржы бөлінуде. Агенттік автожолдарды салу мен жөндеудің барлық кезеңдеріндегі мәселелерді айқындайтын талдауға бастамашылық жасады. За последние 5 лет на дорожную сферу выделено более 236 миллиардов. Из них более 175 миллиардов распределены через местные исполнительные органы. При этом затраты могли быть ниже, если бы соблюдались нормативные требования. Так, по закону, при среднем и текущем ремонте дорог составляется лишь техдокументация, не предусматривающая непредвиденные работы и затраты. Однако, в затратную часть техдокументации по 89 проектам необоснованно включены 2% на непредвиденные работы и затраты на общую сумму 840 миллионов тенге. Кроме прочего, сметная прибыль должна учитываться в размере 5% от общей стоимости СМР.
Тем не менее, по текущему ремонту дороги Узунколь-Амречье установлена прибыль в размере 8% или 9,4 миллиона тенге вместе положенных 6,4. На сегодняшний день по рекомендациям департамента возвращено в бюджет более 45 миллионов тенге. Отдельная проблема – это формальная работа технадзора, которая является системной. Они не имеют специальной аттестации, не владеют технологическими процессами, а также могут сопровождать одновременно несколько разных проектов. Имеются факты отказа от услуг технадзора, либо привлечения их после заключения основного договора, что не соответствует стандартам. К примеру, в Камыстынском районе договор на технадзор по ремонту улиц подписан только через 3 месяца после начала работ подрядчика. В Наурузымском районе аналогичная ситуация. Имеются факты, когда заказчик отказывался от технадзора и возложил эту функцию на аффилированное лицо. Так, областным управлением по 6 проектам среднего ремонта на сумму 168 миллионов возложили технадзор на своего внештатного работника, несмотря на то, что в смете услуги технадзора были заложены. В итоге во всех 6 проектах Центром качества дорог выявлены дефекты. Несмотря на требования закона, лишь на некоторые части ремонтируемых дорог проводилась экспертиза Центра качества. К примеру, в 2022 году заключено 102 договора на экспертизу качества, тогда как подлежало 155 объектов. В итоге 53 или 35% объектов обошли экспертизу. Схожая ситуация в 2023 году. 50 или 18% проектов также остались вне зоны мониторинга качества. Проверку на качество прошли 232 проекта из 282. Так, экономия средств или целенаправленный уход от проведения экспертизы приводит к тому, что исследование Центра качества дорог не отражает реальную картину о состоянии дорог. Заказчиков также не останавливает отрицательное заключение Центра качества дорог. Так, в 2023 году ТО «ВАН» проводил ремонт дороги Караменда-Раздольная-Аралколь. Экспертиза показала, что более 50% проб не соответствовали стандартам. Тем не менее, управление перечислило подрядчику полную оплату в 1 миллиард тенге. По всей области установлено 6 таких случаев. Еще один критерий, влияющий на низкое качество автодорог, это отсутствие либо короткие гарантийные сроки. К примеру, в Сарыкольском районе заключены 4 договора без установления гарантийных сроков. Заключены договоры с гарантийным сроком не более 2 лет в Алтынсаринском, Житомирском и Сарыкольском районах. Это создает условия для увода поставщиков от обязательств обеспечения качества. В ходе анализа департаментом дана рекомендация по увеличению гарантийных сроков. По итогам 3 управления и все акиматы утвердили увеличение гарантийных сроков в сфере дорог от 60 месяцев и в сфере строительства от 84 месяцев. Құрметті брифингке қатысушылар, біз жол саласының негізгі тәуекелдері мен проблемаларын атап өттік. Алайда шешімдерді талап ететін мәселелер әлі де жоқ емес. Осыған байланысты біз ұлттық сапа орталығының сараптамалық рөлін арттыру, техникалық қадағалауды арнайы аттестаттауды енгізу, нормативті құқықтық актілерді жетілдіру, төмен температураға төзімді баламалы жол төсемдерін пайдалану бойынша пилоттық жобаны енгізу, сондай-ақ барлық белгіленген фактілер бойынша сметалық құжаттамаға артық салынған қаражатты қайтару бойынша ұсынымдар енгіздік. Биылғы жылы жол саласынан басқа біз спорт, ветеринария, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, әлеуметтік салада, сондай-ақ табиғи ресурстар салаларында талдау жүргіздік. Талдаулар қорытындылары бойынша бірқатар тәуекелдер анықталып, қорытындылар туралы түрлі алаңдарда айтылды. Сонымен қатар әлі де талдау аяқталмаған салалар бар. Олар бойынша бүгінде қорытынды ақпарат дайындалуда, және біз тиісінше оларды бақ ресурстары арқылы жариялайтын боламыз. Назарларыңызға рахмет.
Бауыржан Дәулетиярлы, ақпаратыңызға рахмет. Спасибо за информацию. Құрметті қатысушылар, біз брифингті аяқтаймыз. Барлықтарыңызға рахмет. Уважаемые участники, мы завершаем наш брифинг. Спасибо за внимание.